Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін мен сіздермен 1 минутта жасауға болатын 10 амалмен бөліскім келіп отыр. Дәл осы 10 амалды жасау арқылы сіз күнәларыңыздың кешірілуіне, шексіз сауапқа ие болуларыңызға болады. Өтіп кетпей тыңдап, тым болмаса бір амалын 1 минутта жасауға тырысыңыз. Бисмилля, бастайық. 1 минутта сіз Фатиха сүресін 5 мәрте қайталап оқи аласыз. Әрі осы үшін сізге 7000 жақсылық жазылады. Екінші, Ықылас сүресін 15 мәрте оқи аласыз. Онымен Құранды 5 рет оқып шыққандай сауап аласыз. Үшінші, Субханаллахи ва бихамдихи зікірін 100 мәрте айта аласыз. Әрі күнделікті күнәларыңыздың кешірілуіне себепкер боласыз. Төртінші, Ла хаула ва ла қуввата илля биллах зікірін 40-тан аса қайталай аласыз. Ал бұл жәннаттың байлықтарының бірі. Бесінші, Астағфируллах деп 100 мәрте айта аласыз. Яғни Алладан күнәларыңыздың кешірілуін сұрайсыз. Истихфар айту күнәлардың кешірілуіне, дұғаның қабыл болуына, жәннатқа кіруге, қуатты болуға, бәленің алдын алуға, өміріңіздің жақсаруына себепкер болады. Алтыншы, Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам 20 мәрте салауат айтуға болады. Бір салауат айтқанға 10 жақсылық беріліп, 10 күнәсі кешіріліп, дәрежесі 10-ға көтеріледі. Жетінші, Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим зікірін 50 мәрте айтуға болады. Бұл екі сөз тілге жеңіл, Аллаға ұнамды, ақыретте таразыда ауыр тартады. Сегізінші, Ла иляха иллаллах деп 100 мәрте айтуға болады. Ал бұл сөздердің ең ұлысы. Тоғызыншы, Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху валлаху акбар деп 25 мәрте айтуға болады. Бұлар Алланың алдындағы ең ұлық болған 4 зікір. Оныншы, 1 минут ішінде 2 алақаныңызды жайып, Алладан керегіңізді сұрап, дұға ете аласыз. Мінеки, 10 амалдың біреуін таңдап, 1 минут ішінде шексіз сауапқа кенелуіңізге себепкер болайық. Бұл видеоны сізде өзгелерге тарату арқылы сізде себепші бола аласыздар. Сіздермен бірге болған жансая. Бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, комментарияға өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, қолдай кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды кездескенше, ассалаумалейкум.